Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде етістіктердің алдында қай кезде to сөзін қолданатындығымыз жайлы әңгімелейтін боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші жағдай after certain verbs. Ағылшын тіліндегі белгілі бір етістіктерден кейін және бір етістік келетін болса, онда ол екінші етістіктің алдына to сөзі қойылады. Afford, decide, hope, offer, pretend, refuse, agree, expect, manage, plan, promise, threaten, want, seem, tend, hate, like, love, would like секілді етістіктерден соң келген негізгі етістіктің алдына to сөзі қойылады. Екінші жағдай after adjectives. Ағылшын тіліндегі сын есімдерден кейін етістік келетін болса, ол етістіктің алдына міндетті түрде to сөзі қойылады. Мысалға, it's important to know Kazakh. Қазақ тілін білу маңызды дейді. Important бұл жерде сын есім болғанда себепті біз know етістігінің алдына to сөзін қоюдамыз. Екінші мысал, I am glad to see you. Мен сені көргеніме өте қуаныштымын. Glad, қуаныштымын, сын есім. Сол себепті одан кейінгі келген етістіктің алдында to сөзі тұр. Үшінші мысал, she is experienced enough to do this job. Оның тәжірибесі жеткілікті дәрежеде бұл жұмысты істейтін дейді. Experience бұл жерде сын есім. Do етістіктің алдына to сөзі қойылуда. Үшінші жағдай after certain nouns. Ағылшын тілінде белгілі бір зат есімдерден кейін етістік келетін болса, ол етістіктің алдына міндетті түрде to сөз қойылады. Олар chance, opportunity, time, effort, decision. Мысалға, it's your last chance to say sorry. Бұл сенің кешірім сұрауға ең соңғы мүмкіндігің дейді. Last chance және одан кейін келген say етістігінің алдында to сөзі қойылған. Екінші мысал, I've made a decision to get back. Мен қайтып оралуға шешім қабылдадым дейді. Decision, get етістігі одан кейін келген және алдында to сөзі қойылған. Төртінші жағдай after question words. Ағылшын тілінде арнайы сұрақ жасайтын сөздерден кейін етістік келетін болса, ол етістіктің алдына міндетті түрде to сөзі қойылады. Ол сөздер what, where, who, when, how. Мысалға айтсақ, can you tell me where to buy it? Сен мұны қайдан алуға болатынын айтып жібересің бе, айта аласың ба? Екінші мысал, I didn't know where to go. Мен қайда баратынымды білмедім дейді. Where және go етістігі ортасында to сөзі бар. Үшінші мысал, do you know how to cook палау? Сен палаудың қалай дайындалатынын білесің бе дейді. Бұл жерде how сөзі келген ережедегідей. Одан кейін cook етістігі ортасында to сөзі. Бесінші жағдай some, any, no, every сөздермен body, one, thing, where сөздері байланысып, нәтижесінде түзілетін есімдіктерден соң келген етістіктің алдына to сөзі қойылады. Мысалға, I need something to eat. Маған жейтін бір нәрсе керек дейді. I have nobody to talk to. Мен сөйлесетін ешкім жоқ дейді. Мына жердегі to бағытты білдіреді. Яғни кіммен деген сияқты. There was no way to hide. Жасырынатын ешқандай жер болмады дейді. Nowhere және hide етістігінің алдына to сөзі қойылған. Алтыншы жағдай infinitive of purpose. Яғни адамның мақсатын білдіретін етістіктердің алдын to сөзі қойылады. Мысалға, I'm learning English to study abroad. Мен ағылшын тілін шетелде оқу үшін үйреніп жүрмін дейді. She has read namaz for 7 years to deserve a Jannah. Ол 7 жылдан бері намаз оқып жүр. Не үшін дейді? To deserve a Jannah. Жаннатқа лайық болу үшін дейді. Malika came here to see you. Малика бұл жерге сені көру үшін келді дейді. See бұл не үшін екенін білдіретін етістік болып табылады, оның алдына to сөз қойылады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі етістіктерге қатысты тағы да басқа жағдайларда қарастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше